Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жер атмосферасы, ауыл шаруашылық өндірісінің ортасы ретінде және күн сәуле энергиясы. Бүгін дәрісте қаралатын сұрақтар ол деген бірінші атмосфераның құрамы және метеорологиялық элементтері. Екінші сұрағымыз жер атмосферасының рөлі және мағынасы. Үшінші сұрағымыз күн радиация түсінігі және оның ауыл шаруашылығында маңызы және өсімдік жамылғысының радиациялық режимі. Атмосфера дегеніміз ол жер планетасын қоршап тұратын газды немесе ауа қабығы. Ауа сығылмалы болғандықтан оның тығыздығы биіктікке қарай кемейді. Бірте-бірте ол ғарыштық кеңістікке белгілі бір шекарасызға ауысады. Яғни атмосфера таралу биіктігі орташа шамамен 20 мың километр деп есептейді. Атмосфера массасының жартысында жуығы төмен 5 километр қабатында, 75% массасы төменгі 10 километр, ал 90% төменгі 20 километр ауа қабатында шоғырланған. Келесі слайдымыздан көру. Бірінші қабаты ол тропосфера. Тропосфера атмосфераның ең төмен жердің бетінен 12-15 километр биіктікке таралатын қабат. Экватор маңында биіктігі 18 километрге дейін, ал полюстерде 9 километрге дейін таралады. Ауа температурасы әр 100 метр сайын биіктеген сайын 0,65 градусқа төмендеп отырады. Температураның төмендеу себебі бұл қабат жер бетінен қызады. Сондықтан биіктік өскен сайын ауа температурасы тропосферада кеміп отырады. Барлық атмосфералық құбылыстар, бұлттардың, жауын-шашынның пайда болуы, найзағай, дауыл, тағы да басқалары осы қабатта байқалады. Белсенді турбуленттік араласу, ірі көлемдегі ауа массаларының араласуы үнемі жүріп отырады. Келесі қабат ол деген стратосфера. Стратосфера тропосферадан жоғары қарай 50-55 километр биіктікке дейін таралатын қабат. Екеуінің арасында қалыңдығы 1-2 километрдей өтпелі тропопауза қабаты орналасқан. Тропопаузада ауа температурасы биіктік бойынша кемуін тоқтатады және мұнда өте екпінді, мысалы 150-300 километр аралығында сағатына жылдамдықпен соғатын струялық ағыстар деп аталатын желдер байқалады. Стратосферада ауа температурасы 20-25 километр биіктеген сайын, яғни 50 километр биіктікте ауа температурасы +10, +30 градусқа дейін көтеріледі. Бұндай құбылыстың негізгі себебі ол озоносфера, яғни озон қабатының күннен келген ультракүлгін радиациясын қарқынды сіңіруінен болады. Атмосфераның келесі үшінші қабаты ол мезосфера. Ол стратосферадан жоғары 80-85 километр биіктікке дейін таралатын ауа қабаты. Бұл қабатта биіктік бойы ауа температурасы қайтадан кемейді, -50, -70 градусқа дейін. Сондықтан мезосферада турбуленттік араласу өте қарқынды. 75-90 километр аралығында биіктікте сирек байқалатын күміс бұлттарды аңғаруға болады. Олар мұз кристалдарынан тұрады. Осы биіктіктегі атмосфералық қысым жер бетіндегі қысымға қарағанда 200 есе кем. Жоғары аталған үш қабатта атмосфераның 99,5% массасы шоғырланған. Келесі слайдымызда атмосфераның төртінші қабаты термосфера туралы білеміз. Термосфера мезосферадан жоғары қарай бірте-бірте ғарышқа ауысатын атмосфера бөлігі. Термосфераның төменгі 1000 километр қабатын ионосфера деп атайды.
Мұнда ауа өте жоғары дәрежеде иондар зарядталған оттегі атомдары, азот тотығы молекулалары және еркін молекулалар ретінде байқалады. Иондану атмосфераға электр өткізгіштік қасиетті береді. Келесі слайдымызда атмосфераның 5-ші қабаты орналасқан. Ол экзосфера. Ионосферадан жоғары қарай орналасқан, яғни жер атмосферасының ең сыртқы қабаты экзосфера немесе сейілу сферасы деп аталады. Мұнда кейбір атмосфера бөлшектері ғарышқа мүлдем шашырап, ұшып кетуі мүмкін. Зерттеулер бойынша экзосфераның шекарасы шамамен 20 000 км биіктікте орналасқан. Енді осы қабаттарды атап өткеннен кейін атмосфераның құрамына тоқтап қалсақ, ол келесі құрамнан тұрады. Атмосферада тұрақсыз болатын элементтерге ол көмірқышқыл газы CO2, ол 0,3% және су булары 0,2% және 4%-ға дейін арасында болады. Төменде осы атмосфера құрамында кездесетін негізгі элементтерге, газдарға қысқаша сипаттамасын береміз. Ең бірінші ол азот. Азот пайыздық құрамын алатын болсақ, 78,084% құрайды. Атмосферада азоттың пайдасы ол деген өзіндік өмірінде зор міндет атқарады. Ол протоплазма үшін өте қажет. Дегенмен өсімдіктер азотты тікелей сіңіре алмайтынын білеміз. Тек бұршақ тұқымдастар өсімдік түйнекті бактериялардың көмегімен ауадағы біраз азотты органикалық түріне дейін жеткізе алады. Дүние жүзінде азотты түйнек бактерияларына қатысуымен тек қана бұршақ тұқымдас өсімдіктер емес, басқа тұқымдардың да сіңіру қабілетін іске асыру бағытындағы жұмыстар жатқан мәлім. Химиялық инертті газдар өсімдік өсуіне әсер етпейді, тек қана озонның биологиялық маңызынан айтуға болады. Атмосфераның жоғарғы қабаттарында оның мөлшері 0,3%-ға дейін өседі де, күннен түсетін ультракүлгін түсті сәулені өзіне сіңіріп, жер бетіне жетуін азайтады. Бұл пайдалы құбылыс екені белгілі. Енді аталған газдардан басқа ауада су булары болады. Олардың өсімдік өміріне маңызы үлкен, өйткені атмосферадағы бұлттардың, жауын-шашынның негізгі көзі болып табылады. Оттегі атмосферада фотосинтез үрдісі арқылы бөлінеді. Ол демалу үшін, топырақта органикалық заттардың шіруі және тағы басқа тіршіліктерде қажет. Топырақ ауасы құрайтын 4 газдың үшеуінің маңызы өте зор. Оттегі топырақта өсімдік тамырларының микроағзалардың демалуына және химиялық процестердің жүруіне бірден-бір керекті элемент. Оттегі жетіспегенде топырақты қалпына келтіру процесін күшейтіп, өсімдікке зиянды тотыққан қоспалар көбейеді. Мысалы, NH3, H2S. Топыраққа оттегі жетіспеген жағдайда өсімдіктің тамыры қысқа және жуан болады. Тамыр түгі азаяды. Кейбір зерттеушілердің айтуынша, топырақтағы оттегінің концентрациясы 5%-ға дейін төмендегенде өсімдік тамырының өсуі тоқтайды. Мұнымен қатар, топырақтағы оттегінің мөлшері азайғанда өсімдіктің суды және қоректік заттарды сіңіруі төмендеп, оның жер бетіндегі бөлігінің өсуіне баяулайды. Аэрацияның азаюы өсімдіктің ауруын қоздыратын организмдердің күшеюіне әкеліп соғады. Және атмосфера құрамында келесі слайдта көрініп тұр, ол көмірқышқыл газы. Көмірқышқыл газы топырақтағы газының мөлшері жердің және атмосфераның жылу балансына әсер ететінін айту керек. Бұл газдың қатысуымен фотосинтез процесі жүретінін білеміз. Көмірқышқыл газы топырақтағы заттардың ерітілу қабілетін жоғарылатып,
оның қоректік жүргісін жақсартады. Енді топырақ ауасы. Топырақ ауасына тоқтайтын болсақ, топырақтың ауасы құрамында сол жоғарыда аталған газдар кіреді және ондай тұрақтылық жоқ. Бұл жерде газдар мөлшері ауысып, өзгеріп отырады. Мысалы, органикалық заттар неғұрлым көп жылдам шірісе, соғұрлым топырақ құрамында көмірқышқыл газы көбейеді. Топырақ құрамында бос азот пен оттегі аз болады, өйткені оларды әртүрлі бактериялар пайдаланады. Топырақ құрамында жалпы азот мөлшері 78-87% аралығында, ал оттегі 10-20% аралығында. Көмірқышқыл газы 1-2% болса, қарашіріндісі көп батпақтанған топырақтарда 6%-ға дейін болады. Енді газ алмасу процесі атмосфераның төменгі қабаты мен топырақ арасында газ алмасу үрдісі жүріп отырады. Осының нәтижесінде топырақ құрамына азот және оттегі сіңіп, топырақтан көмірқышқыл газы бөлініп шығып отырады. Бұл табиғат үрдісі өсімдіктердің өніп өсуіне өте қолайлы жағдайлар туғызады. Егер әрбір сағат сайын 30 см топырақ құрылысында толық газ алмасу нашар болса, ондай жағдайда өсімдіктер әртүрлі ауруларға шалдығады. Мысалы деген тамыр шіруі, оттегінің аздығынан өсімдіктің өспеуі, тағы да басқалары. Енді келесі слайдымызда жаңағы газ алмасудың қарқынды жүруіне келесі факторлар әсерін тигізеді. Ол атмосфераның төменгі қабаты мен топырақ температурасының айырмашылығы. Бұл айырмашылық неғұрлым көп болса, соғұрлым атмосфералық қысымның айырмасы көбейеді. Соның арқасында газдар атмосфералық қысымы жоғары ауадан қысымы төмен ауданға қарай жылжи бастайды. Келесі фактор ол жел. Топырақ құрамынан бөлінген шыққан газдар желмен басқа жерге жылжиды да, оның орнына жаңа газдар топырақ құрамына бөліне бастайды. Келесі фактор ол жауын-шашын. Жауын-шашын топырақ құрылысындағы газдар орналасқан жерлер, кустар мысалы, жауын-шашын суымен толып, сол газдарды топырақ бетіне ығыстырып шығарады. Және төртінші фактор ол топырақ құрылымы. Құрылымы бос, борпылдақ топырақтарға қарағанда газ алмасу қарқынды жүре бастайды. Қорытындылай келе, ауыл шаруашылығы үшін спутниктерден бақылаулар, қар жамылғысындағы су қоры, топырақ астыңғы бетінің температурасы, жайылымдардағы өсімдік жамылғысының біркелкі таралуы және оның фитомассасы, дақылдардың зақымдану дәрежесін, дақылдардың күтілетін өнім туралы және басқалар туралы ақпарат береді. Осымен дәрісіміз аяқтай келе, келесі слайдта бақылау сұрақтары мен тапсырмалары беріледі. Сол сұрақтарға жауап беріп сұралады.